Сәлем, менің керемет көлігім. Конвенция бүкіл әлемдегі отбасыларды біріктіреді. Біз жаңа ғана Fkan Connect 2020-ны жаптық. Бәрі жақсы, қазір 3 күн болды. Біз бұл Fkan'ды бүкіл әлем бойынша 200 мың адамға, барлығыңызға тарататынбыз. Және сіздердің көпшілігіңіз бұл хабарды сәрсенбіде көріп отырсыздар. Сәрсенбідегі хабарлама осыдан 7 жылдан астам уақыт бұрын туылғанын есте сақтаңыз. Мен қатысушыларға еске салу үшін Fkan'дан кейінгі бейнені түсіргім келеді. Олардың Fkan'да үйренгендеріне назар аудару керек. Бұл сәрсенбіде тағы бір рет деген түпнұсқа хабарлама. Мен оны Fkan'дан кейін 7,5 жыл бұрын жариялай бастадым. Бұл Fkan жай ғана сыйқырлы, керемет болды. Арман орындалды. Мен бұл бизнесті құрғаннан кейін 22-ші жыл өткен соң, мені ештеңемен таң қалдыру мүмкін емес деп ойладым. Бірақ соңғы 3 күнде мен қайтадан бала болдым. Менің тостағанымның қатты күйзелгені сонша, мен үйреніп, дамып, технологияның қаншалықты күшті екенін түсіне бастадым. Біздің негізін қалаушыларымыз Датошри Виджай мен Жапа интернет деп аталатын осы платформа арқылы байланысып, дүние жүзіндегі адамдарға қол жеткізгісі келеді. Балалар, менің не айтып тұрғанымды түсінетіндеріңе сенімдімін. Сіз сиқырды, спикерлердің күшін сезіндіңіз. Енді мен сенің оянып, кофенің иісін сезгеніңді қалаймын. Бұл Fkan аяқталғанын білдіреді. Бірақ бұл ешқашан болмайды. Өйткені Fkan күн сайын болуы керек. Тек Fkan'да іске асыру жеткіліксіз. Сіз не істеу керектігін түсінгеннен кейін, не істейтініңізді шешуіңіз керек. Сіз әрекет етуіңіз керек. Сіз күрделі және қарапайым шешімдер қабылдауыңыз керек. Бірақ сіз алға ұмтылуыңыз керек. Сіз бір орында тұра алмайсыз. Тек өзіңізді жақсы сезініңіз. Сенің жоспарың болуы керек. Басшыларыңызбен кеңесіңіз. Fkan'ды қайта қараңыз. Кіріңіз .net. Не қажет болса, соны істе. Бірақ бұл Fkan сізге бір себеппен жетуге арналған. Сізді дамыту үшін. Және сіз мұнаны білуіңіз керек. Сіз желілік маркетингті жаңадан бастасаңыз, немесе бізбен тек ұзақ уақыт жұмыс істесеңіз де, бұл маңызды емес. Ұйымыңыздың өсуінің жалғыз жолы, оның негізі. Сіз өзіңіз өсіп жатырсыз ба, жоқ па? Сіз тұлға ретінде, желіде жұмыс істейтін адам ретінде, жоғары деңгейдегі басшы ретінде, төменгі деңгейдегі қызметкер ретінде өсуді тоқтатқан күні, ұйымыңыз өсуді тоқтатады. Мен мұны жылдан жылға бақылап отырдым. Сондықтан Fkan'ға келетін адамдар сайып келгенде патшалар мен патшайымдарға айналады. Неліктен әрбір ви серіктес, әрбір ав, әрбір ви кеңес Fkan, Data Studio, Жапаға ауысқанын мойындайды. Өйткені олар Fkan'ға келгенде, олар оны қабылдады, бастан өткерді, ләззат алды. Содан кейін олар өзгерту, дамыту туралы шешім қабылдады. Сондықтан өсіңіз. Міне, балалар, осылай істеу керек. Fkan дәл осылай болуы керек. Fkan бұл ұшқын. Ол сізді презентацияға тамақтандыратын қатты отқа айналу керек. Бұл сізге келесі қадамға өтуге, және одан кейін үлкен тексеруге, күшті ұйымға, жоғары және төменгі деңгейлерге адал болуға, жақсы спикер болуға, жай ғана жақсы адам болуға көмектеседі. Бұл себеп. Бұл Fkan бұл өртті тудырды, және сіздің ішіңіздегі өрт өте күшті. Ол өте күшті. Бұл туралы бірдеңе істе, оның сөнуіне жол берме. Өйткені, егер сіз тым ұзақ уақыт бойы баяулап, тынышталып, мен не істеуім керек екенін ойлай берсеңіз, өрт азайып, ақырында сіз кішкентай жалынға айналасыз. Бірақ қазір сіздің отыңыз шынымен жанды, от шынымен қатты жанды.
Ал от шынымен тұтанған кезде, сіз оны ұстап тұруыңыз керек. Сізге жаңа отын лақтыру керек. Сізге жанармай құю керек. Сен отты қатты ұстауың керек. Ал иншалла, оны одан да күшті ет. Енді сенің отың одан да қатты жанды. Мен жалынды осы жерден көріп тұрмын. Мен сенің отыңнан шыққан жылуды естимін және сеземін. Енді отқа отын лақтыр. Жаңа отын лақтыр. Бұл қандай отын? Бұл отынның әрекеті. Бұл отынның тұсаукесері. Бұл жанармай сіздің желіге қайта оралып, оларға жоғары көтеріліңіз. Жанармай, бұл сіздің чекіңіз. Ол келесі аптада өседі. Тағы бір аптадан кейін мен кешке келіп, сенімен сөйлескен бірінші және екінші күні көрген арманыңа отын болды. Дато Шри Виджай сізге жіберген даналық, құмарлық және жүрек сізге отын болды. Бірақ мен сенің осы отынды берік ұстағаныңды қалаймын. Мен қатты отты айтып отырмын. Жақсымы? Оның сөнуіне ешқашан жол берме. Оның сөнуіне ешқашан жол берме. Оны одан сайын үлкейтіп, отын және басқа да заттарды лақтыра бер. Сенің қолыңнан келеді. Дәл осылай істеу керек. Осылайша сіз В сыныптағы серіктес боласыз. Осылайша сіз В сыныптағы АЛ кеңесінің келесі мүшесі боласыз. Осылайша сіз ең жоғары деңгейге жетесіз. Өйткені дәл қазір отбасты және басты болып жанып жатыр. Жақсы отты босқа ысырап етпеңіз. Және бұл фкан дәл осылай жасады. Маған бүгін сәрсенбідегі хабарламаны қарауыңыз керек. Басшыларыңмен жиналып, бағыныштыларыңмен жиналып, не болатыны туралы ұжымдық шешім қабылдаңдар. Осы аптада сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері қазір істе акциясы жалғасуда. Алдағы 6 апта ішінде Х22 акциясымен не істемекшісің? Бірінші кезеңге қанша адам іріктеуден өте алады? Қаншаңыз осы аптада, келесі аптада, бір аптадан кейін екеуіңізді таба аласыздар. Сіздердің қайсыларыңыз осы аптада, келесі аптада, бір аптадан кейін ең үлкен чекті аласыз. Сіздердің қайсыларыңыз келесі адамға одан да көп от жағатын боласыздар. Сен бұл отты фкандан алдың. Оны ысырап етпе. Ал фканға келмегендер үшін, фканға келудің қаншалықты маңызды екенін түсінбегендер үшін, фкан маңызды емес деп ойлап, жазықсыз қателік жібергендер үшін бәрі жақсы. Олардың келесі сабаққа көшетініне көз жеткізіңіз. Бірақ дәл қазір жанып тұрған жалыны бар таяқшаларыңыздың бірін алып, оны әрі қарай өткізіңіз. Және оларға осы отты жағыңыз. Оларға фкан туралы не түсінетініңізді айтыңыз. Осы фкандан кейін кім болғаныңызды көрсетіңіз. Әр модульді қайталаудың қажеті жоқ. Оларға бүкіл фкан шашудың қажеті жоқ. Жоқ. Бұл олардың қаншалықты күшті екендігі туралы оларға жібере алатын ең жақсы хабар. Бұл фкан қаншалықты күшті болса, сіз кім боласыз? Қаншалықты күшті желі қызметкері боласыз? Осы сәттен бастап, чектеріңіз қаншалықты үлкен болады? Сенімділікпен, алған күшіңізбен сөйлескенде, қаншалықты күшті дыбыс шығарасыз? Осы фкандан. Мен саған айтамын, сенің аспазың сияқты, мұның сыры осында. Табысқа жетудің сыры фканға келу, от жағу, оттың толық жанып тұрғанына көз жеткізу, содан кейін қайтып оралып, құрылысты бастау. Бұл негізгі хабар. Енді салу уақыты келді. Оны үлкен етіп тұрғыз, берік тұрғыз, ұзақ уақытқа тұрғыз. Мына отты босқа жібермеңдер. Балалар, мен бүгін өте мақтан тұтамын. Өйткені мен жаңа ғана қызметтегілермен сөйлестім. Қызметтегілермен сөйлестім, және бұл фкан арнайы адамдарсыз мүмкін болмас еді. Және избәйелдері, бұл фкан Ви партнерсіз мүмкін болмас еді. Фкан біздің негізін қалаушыларымыз Дато Шри Виджай мен Жападас Бисмарк болмаса болмайды. Менің сәрсенбідегі осы жолдаудағы сізге жолдаған соңғы хабарламам. Бұл арманыңызды есте сақтаңыз. Маған камера алдында тұрып, анам амма туралы айту өте қиын болды. Бірақ менің әрқайсыңа деген жалғыз тілегім, өз арманыңды табу екенін білгеніңді қалаймын. Мен сенің сол арманыңды қолында ұстап, оны қорғағаныңды қалаймын. Оны сенен ешкімнің де, ештеңенің де тартып алуына жол берме. Өйткені, қандайда бір жетістікке жетудің жалғыз жолы күн сайын шаршаған кезде осы арманыңды басшылыққа алсаң,
сол арманыңды есіңе ал. Бас тарту сені қатты ауыртып жатқанын сезгенде, арманыңды есіңе ал. Айналаңыздағылардың бәрі саған күлгенде, арманыңды есіңе ал. Қол астындағыларың жұмысын тоқтатқанда, армандарыңды есіңе ал. Мансап сатысымен көтерілуге мүмкіндігіңіз болмаған кезде, арманыңызды еске түсіріңіз. Сіз тым шаршағандықтан, тым қатты күйзелгендіктен, бір қадам алға баса алмайтыныңызды сезсеңіз, бас тартқыңыз келеді. Арманыңды есіңе түсір. Ал бүкіл әлем қандай да бір себептермен саған қарсы екенін сезінгенде, арманыңды есіңе түсір. Осы уақытқа дейін сен жалғыз емес екеніңді білесің деп үміттенемін. Сенің артыңда бүкіл әскер тұр. Сенде жауынгерлер армиясы бар. Датасиф Виджай, Жападас Бисмар, серіктестер Ви. Мен сен үшін осындамын. Сенде қорқатын ештеңе жоқ. Мен саған берген эстафетаны алып жүгір дедім. Бұрын ешқашан жүгірмегендей жүгір. Бірақ ең бастысы, тағы да қайталаймын. Ішіңдегі отты қатты ұста. Өйткені бұл от бүкіл әлемді жаулап алады. Мен әрқайсыңызға алғыс айтқым келеді. V-Convention Connect'те бізді тікелей эфирде тамашалағандардың бірі. Бұл сіздің арқасында мүмкін болды. Бізге сенгеніңіз үшін рахмет. Датосридің Виджай Жапарас Бисмарқа деген адалдығы үшін рахмет. Енді сенің уақытың келді. Сенің көтерілетін уақытың келді. Сенің жарқырайтын кезің келді. Сенің күш-қуатыңды, отыңды және жылулығыңды айналаңдағы барлық адамдарға жеткізетін кезің келді. Бір апта жаса, жол бойы. Осы апталарды ең керемет етіп өткізіңіз. Кнет пен желілік сапарыңыз туралы айтып беріңізші. Мен сені сүйемін. Мен сені сүйемін. Мен сені сүйемін деп айтатын сенің бастығың. Мені шабыттандыруға мүмкіндік бергеніңіз үшін рахмет және сапарымның әр күні мені шабыттандырғаныңыз үшін рахмет. Мен сендерді жақсы көремін, балалар.